Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ибн Абидин Раддул Мухтарда бұл мәселені қарастырады. Яғни өлген кісі оған Құран оқыла ма оқылмай ма, әлі жуылмаған, әлі жаназасы оқылмаған деген сияқты. Негізі, егер оқитын кісі таза жерде оқитын болса, нәжас болмаған жерде оқитын болса, бұның жайыз екендігінде ихтилаф жоқ. Ихтилаф өлі жатқан жерде өлінің қасында оқу. Егер әлі жуылмаған болса, жаназа жуылып бірақ жаназасы оқылмаса, әлі бұл жерде де оқылуға болады. Бұл жерде ихтилаф жоқ. Ихтилаф әлі жуылмай тұрып, ғұсыл құйылмай тұрып, өлі қасында намаз оқуға бола ма, Құран оқуға бола ма, болмай ма? Неге бұл ихтилаф шығады? Өйткені мынандай бір тартыс бар ғұламаларымыздың арасында. Кісі өлген кезде кісі нәжас бола ма, денесі болмай ма? Сол тұрғыдан тартыс бар. Нәжас болады деген ғұламалардың көзқарасы бойынша, онда өліктің қасында намаз оқуға болмайды. Неге? Өйткені мәйіт нәжас болады. Сен Құранды нәжас болған жерде оқыған боласың, ол да макрух. Ал өлген кісі нәжас болмайды, оны не үшін ғұсыл құйындырамыз? Өйткені сонда бір әмір келді, бұл пайғамбарымыздан келе жатқан іс, Алладан әрине, яғни нәжас болғандығынан емес деп осындай бір тұжырым айтқан ғұламалар, олардың көзқарасы бойынша мәйітті әлі жуындырмай тұрып, ол мәйіттің қасында Құран оқуға болады. Не? Өйткені ол әлі нәжас, Құран оқылған жер нәжас емес. Нәжас болмағаннан кейін оның Құран оқуында проблем жоқ дейді. Осындай бір кішігірім ихтилаф бар. Әрине, ихтилафтан қашқан жақсы. Ихтилаф болған жерде әсіресе ғибадат тақырыптарында ихтилафтан қашуға тырысамыз. Сол үшін біз бұл мәселеде айтарымыз, өлген кісінің қасында Құран оқылмасын. Ал негізі, егер басқа жерде, таза бір жерде кісі отырған болса, Құран оқылады. Енді кей жерлерде, елімізде қайтыс болған кісіге әлі жуылмаса, әлі жуындырылмаса, Құран оқылмай жатады, Құран оқуға болмайды деп жатады. Кейбір жерлерде жаназасы шығарылмай жатып, Құран оқылмайды деп жатады. Енді бұл жерде не жоқ? Асылында ихтилаф жоқ. Егер таза жерде оқылатын болса, жаназасы шығарылмаса да, негізі кітаптарымызға қараған кезде ихтилаф жоқ. Бірақ сонда да біздің елімізде бұл үрф ретінде қалыптасқан іс егер болса, белгілі бір елде үрф, әдет, ғұрып, сонда бір әдет. Әдетке де мән бергенде жақсы. Әр елдің бір әдеті бар, ол да негізі жақсы. Өйткені бір ел белгілі бір әдеттерді орнатуы мүмкін. Ол да негізі шариғат тұрғысынан, мысалы, үлкен бір жаңағындай қателік есептелмейді. Мысалы, жаназасы шығарылмай Құран оқылмасын деп жатады. Оқасы жоқ, оқылмасын. Бірақ харам емес, олай харам деп білмеу керек, оқылмақ қойсын, ештеме етпейді. Онда оқылмаған жақсы. Бірақ шариғат тұрғысынан жайыз. Оны да білеміз, ескереміз. Осындай бір ихтилафтардан негізі қашқан жақсы, бір жағынан да фитнеден қашқан боламыз. Ал фықх тұрғысынан айтатын болсақ, өлген кісінің қасында Құран оқу мәселесі тұрғысында ихтилаф бар. Өйткені
нәжас бола ма болмай ма мәселесінен туындап жатыр. Ал егер таза жерде, өлі жатпаған басқа бір жерде Құран оқылатын болса, онда болады дейді ғұламалар. Ол жерде ихтилаф жоқ. Иншалла.